Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен сырные палочки жасайтын боламыз. Бізге ең алдымен сыр, 2 жұмыртқа, ұн ғана қажет болады. Осы ингредиенттарды осындай мискада дайындайтын боламыз. Ең алдымен сырымызды үккіштен жақсылап өткізіп аламыз. Оны кіттай қылып, үлкен қылып өткізу ол маңызды емес. Қуырылған кезде барлығы езіліп, әдемі болып шығады. Осы езіп алған сырымызды 2 жұмыртқасын қосатын боламыз. 2 жұмыртқа қосып болғаннан кейін үлкен қасықпен 4 қасық ұнды қосатын боламыз. Және де осы ұнды қосып болғаннан кейін жақсылап илеп, қолыңызға липкий болып, әдемі тесто пайда болады. Соны жақсы өзіңізге ұнайтын формаға енгіздіртіп жасасаңыздар болады. Қолыңызды сулап алғаныңыз абзалырақ, өйткені бұл жабысып қалады көп. Және де осы дайын болған тестаны тездетіп қуырып аласыздар, қызып тұрған майда. Сол кезде сіздерде осындай хрустящий түрін келтіріп, күшті қуырғаннан кейін әдемі сырный палочкилар или сырный шарикилар пайда болады. Сіздерге ас болсын, менің каналыма жазылып, алдағы жаңа видеолармен танысып отырыңыздар. Мен және де өзімнің балаларымнан сұрадым. Оларға өте қатты ұнады.